Алтыннан қымбат тұз. Баяғы заманда бір патша болыпты. Оның сүйікті 3 қызы бар екен. Патша қыздарын көзінің қарашығындай сақтап, мәпелеп өсіріпті. Шашын ақ шалып, қайраты қайтып, кәрілік жеңе бастағанда, қай қызымды тағыма мұрагер етсем екен деген ойға қалады. Неге десеңіз, ол қыздарының үшеуін де жанындай жақсы көретін. 10 ойланып, 100 толғанды. Ақырында өзін ең қатты жақсы көретін, ең көп қадірлейтін қызын таққа мұрагер етейін деген шешімге келді. Қыздарын шақырып алып, мүләйімси сөйледі. «Уа, менің қыздарым, мен болсам қартайдым. Бұл дүниеде енді қанша тұрарымды білмеймін. Сендердің қайсыңды тағыма мұрагер етіп қалдыратынымды осы бастан шешіп алайын деп едім. Ең алдымен сендердің мені қаншалықты жақсы көретіндеріңді білгім келеді. Үлкен қызым, сен айтшы, әкеңді қалай жақсы көресің?» деді ол тұңғыш қызына. «Уа, әке, сіз маған алтыннан да қымбатсыз», деді үлкен қызы әкесінің қолынан сүйіп. «Өте жақсы. Енді ортаншы қызым, сен айтшы, әкеңді қалай жақсы көресің?» деді екінші қызына. «Уа, қымбатты әкем, сіз маған неке тойында басқа киетін шарқат тақиядан да қымбатсыз. Сіздің ау-жайыңызға қарап күйеуге шықпай жүрмін», деді ол әкесіне еркелеп. «Өте жақсы. Ал енді кенже қызым, әкең сен үшін қаншалықты қымбат деп сұрады патша кіші қызы Марушкадан. «Уа, әке, мен сізді тұздай жақсы көремін», деді Марушка әкесіне мейірлене қарап. «Ой, оңбаған, сен әкеңді тұздай жақсы көресің бе?» деді әпкелері бажылдап. «Иә, мен әкемді тұздай жақсы көремін», деді Марушка әкесіне одан сайын мейірлене қарап. Патша кіші қызына ызаланып ашуға булықты. «Бұл ұялмай қызармай әкемді тұздай жақсы көремін дейді-ау. Әр үйдің босағасында шашылып, төгіліп жатқан тұзға теңейді әкесін. Жоғалт, көзіңді құры, тез», деді патша Марушкаға ақырып. «Әлде бір заманда тұз алтыннан да, асыл тастардан да қымбат болғанда қайтып ораларсың. Сонда сені өзімнің орныма патша етіп қоярмын». Мұндай заманның келмейтініне патшаның сенімі кәміл болатын. Көзі жасқа, көкірегі шерге толған Марушка әкесінің сөзіне құлақ асып, сарайдан дереу кетіп қалды. Шынтуайтына келгенде ол әкесінің әпкелерінен кем жақсы көрмейтін. Бірақ әкесінің түсінбей, пайымдамай үйден қуып жібергеніне қапаланып, қайғырып жүдеп кетті. Желге ерген Марушка жазиралардан өтіп, таулардан асты. Беті ауған жаққа кете берді. Бір мезгілде қалың жыныс орманға кездесті. Енді бір мезетте жер астынан шыға келгендей бір кемпір ғайыптан пайда болып, алдына келіп тұра қалғанда Марушка оған ізетпен басиды. Қыздың көзіндегі мөлдіреген жасты байқап қалып, кемпір одан «Неге жылайсың?» деп сұрайды. «Уа, әжей, сіз бәрібір маған көмектесе алмайсыз», дейді Марушка. «Қайғыңның себебін баянда, бәлкім мен саған ақыл-кеңесімді айтармын. Пайымдасаң, ақ шашты бас, ақылдың кені деген нақыл тегін айтылмаған», деді кемпір Марушканы еркіне қоймай. Үйінде болған уақиғаны Марушка кемпірге айтып берді. Шындығында патша болғысы келмейтінін, тек жанындай жақсы көретініне кәміл сендіруден өзге мақсат жоқ екенін айтты. Ол жай кемпір емес, көріп кел әулие кемпір болғандықтан осы оқиғаны әлдеқашан білетін. Марушканың қолынан ұстап тұрып, «Маған қызмет істеуге қалайсың?» деп сұрайды. Бірден келісе кеткен Марушканы көріп кел кемпір ормандағы лашығына апарып тамақтандырып, өз үйінде қалдыратын болды. «Сен қой баға білесің бе? Қой сауа аласың ба? Жіп иіріп, қалың мата тоқи аласың ба?» деп сұрайды кемпір ертеңіне. «Білемін», дейді Марушка. «Егер көрсетсеңіз, тез үйренемін. Жұмыстан тайсақтап қорықпайтын жанмын». «Мақұл, үйретейін, бірақ қандай істе болса да менің тілімді алатын бол. Сенің де күнің туып, менен үйренген өнеріңнің пайдасын көресің». Данышпан кемпір Марушкаға осыны айтты. Тіл алғыш елгезек Марушка дереу іске кірісті. Марушка көріпкелдің қол астында қызмет істеп жүргенде,
Оның әпкелері думан той, сауық сайранмен күн өткізді. Әкеге жарамсақтанып, күн сайын жылтыраған қымбат киім сұрап алады. Әсіресе үлкен қыз ондағы киімнің ең жақсысын киіп, сіңлілерінен сән-салтанатын асырып жіберді. Ортаншы қыз көбінесе ойын-сауықпен, бимен уақыт өткізді. Үлкен қызының әкесінен алтынды артық көретініне кейінгі кезде патшаның көзі жетті. Ортаншы қызы күйеуге шыққысы келетінін айтқанда, оған әкесінен неке тойында киетін шарқат тақия артық екені белгілі болды. Патша енді өзін жаныдай жақсы көретін, қызғыштай қоритын Марушканы жиі-жиі еске алатын болды. Оны іздеуге адам жібергісі келіп еді, бірақ қайдан табады? Бір күні патшаның сарайында ұлан-асыр той болғалы жатқанда, бір заматта патшаға аспаз жетіп келді. Аса қайырымды патша, біз өте қолайсыз жағдайға ұшырадық, деп баяндады ол қорыққаннан дірілдеп. Ас үйдегі тұзымыз түгел еріп кетті. Той тамағына қосатын тұз қалмады. Бір кісі жіберіп тұз алдыр, деді патша. Уа, менің ием, алыс жерден крекештер тұз тиеп әкелгенше көп уақыт өтеді ғой. Олар қайта оралғанша тамақтың дәмін немен келтіреміз? Оны өзің білесің, тамақты немен дәмдендірсең де мейлің, деді патша қаһарлана қолын сілтеп. Тұз болмаса, одан өзге немен тұздауға болады, деді аспаз зар еңіреп. Патша енді оған не айтарын білмей сасып қалды. Өйткені адам тұзсыз тіршілік ете алмайды деген ой бұдан бұрын оның басына кірмеген-ді. Ызаланып, буырқанған патша тамақты тұзсыз пісір деп аспазды қуып жіберді. Аспаз енді патша өзі бұйырған соң кейінгі тауқыметін кезінде көремін деген тиянақты ойға бекініп, той тағамдарын тұзсыз пісірді. Тағам болғанда қандай десеңізші, қарасаң көздің жауын алады. Қош иісі мұрынды жарады. Таңдайыңды суырып, сілекейіңді шұбыртады. Әттең, не керек осындай ғажап тағамды да қонақтар татып алмағанда, патша ызаға булығып өліп кете жаздады. Тұз тауып әкелуге шар тарапқа шапқыншылар жіберді, бірақ олар бос қайтты. Тұздың бәрі еріп, ағып кетіп, бүкіл елде бір түйір тұз қалмапты. Ал енді кейбіреулерде сақталып қалған азын-аулақ тұздың бір шөкіміне бір шөкім алтын сұрайды дейді. Енді патша алыстағы елдерден тұз әкелуге кірешілер дайындап, олар қайтып келгенше тұзсыз жейтін тағам тауып әзірле деп аспазға әмір берді. Аспаз қант қосылған тәтті тағамдар әзірлесе де қонақтар жемей қойды. Бұл жерде берекелі той болмайтынын білген олар тік көтеріліп лезде тарап кетті. Патшаның қыздары ұяттан жерге кіріп ызадан жарыла жаздады. Бірақ